ұбт-да биологияны тана жатқан барлық оқушыларға сәлем. Менің есімім Малика, және мен биологиядан ұбт-ға дайындайтын репетитормын. Менің YouTube каналыма қош келдіңдер. Мен YouTube каналымда теория және тест талдау сабақтарын ұсынамын оқушыларға. Бүгін мен сіздерге күшті теориялық сабақ алып келдім, және ол бізде ас қорыту жүйесіне арналмақ. Біз тамақты жеген кезде ол қалай қорытылады, қалай сіңеді, қай жаққа барады, және онымен не болады, бүгінгі сабақта сіздермен соның барлығын өтеміз. Ең алдымен ас қорыту жайында сіздерге ең алғашқы қызықты факт. Орта есеппен алғанда адамның ас қорыту жүйесінің ұзындығы 7-9 метр. Міне мына бір жақта примерно вот осылай бізде 7-9 метр ас қорыту жолы орналасқан екен. Менің бойым 1 метр 60 сантиметр. Қазақстандағы орта есеппен адамның бойының ұзындығы 1,75 сантиметр орта есеппен алған кезде. Мысал ретінде мына бір здание, 3 этаждық здание бізде 9 метр. Егерде әрбір патологтың ұзындығы 3 метрден деп санайтын болса. Ну, в принципе, жирафтың бойының ұзындығы где-то 3 метр, 2,5 метрге дейін жетуі мүмкін. Ал адамның ас қорыту жолының ұзындығы бізде 7-9 метрге дейін жетеді. Ойландаршы. Бұның барлығына себеп біздің ас қорыту жолымыз түтікше тәрізді орналасқан. Яғни бір жақтан ол қалай естілсе дейін айтсам екен, тесік арқылы басталса, міне мына бір жақта, потом дальше өзінің жолын түтікше тәрізді трубка арқылы өтіп, келесі тесіктен өзінің жолын аяқтайды екен. Я балалар, бұл биология. Сонымен бүгін біз сіздермен ас қорыту жолының мүшелерін кезекпенен кезек тамақты шайнап жұтқандағы саяхат арқылы өтетін боламыз. Енді ас қорыту жолының мүшелерін өтпестен бұрын ас қорыту процесі 3 процесстен тұратынын айтып кетейін. Өйткені бұл бізде ұбт-да келген, бір оқушылар менен сұрады, осы жақта жауап бере салайын сразу. Ас қорыту процесі бірінші бізде физикалық немесе механикалық, химиялық немесе секрециялық, физиологиялық немесе абсорбция деген тәрізді 3 процеске бөлінеді. Бұның барлығын сендер өте оңай түсіне аласыңдар. Физикалық немесе механикалық дегеніміз ол тістің көмегі арқылы тамақты шайнау. Химиялық немесе секреция дегеніміз ферменттердің көмегі арқылы тамақтың қорытылуы. Қандай ас қорыту ферменттерін білесіздер? Ну, ең атақтысы пепсин. Одан кейін бар физиологиялық немесе абсорбция. Абсорбция яғни сіңіру, яғни біз жеген тағамымызды ішегіміз арқылы қанға сіңіру деген нәрсе. Так, сонымен біріншісі бізде ауыз қуысы, яғни механикалық жол арқылы тамақ қалай бізде қорытылады, қалай ас қорыту процесі вообще басталады. Ең алдымен тамақ бізде тістер арқылы ұсақталып, сілекеймен шыланады және көмірсуларға ыдырайды. Көмірсуларға ыдырау себебі біздің сілекейіміздің құрамында амилаза деген фермент бар. Тіс жайында енді мен сіздерге бұл жақта айтпаймын. Не себептен? Потому что мен тіс жайында өте үлкен ауқымда күшті, небәрі 12 минуттан тұратын, бірақ та ұбт-ның бүкіл сұрағын қамтитын күшті сабақты түсірдім. Пожалуйста, өтіңіздер да сол сабақты міндетті түрде қарап конспектілеңіздер. Енді тіс арқылы ұсақталғаннан кейін біздің тамағымыз сілекей арқылы шыланады және тіл арқылы араласады. Тіл дегеніміз ол бұлшықетті мүше. Міне, тіл бұлшықетті мүше, кәдімгідей көрдіңдер ма? Қалай бұлшықеттерге, біздің жақ бұлшықеттерімізге қалай барлығы бірігіп, бірлесіп тұрады. Соның арқасында күрделі ауызды ашу, тамақты араластыру, сөйлеу деген сияқты күрделі функциялар орындалады. Және де бұдан бөлек біздің тіліміз заттардың химиялық дәмін анықтай алады. Енді тамақты біз шайнадық, сілекеймен шыладық, тілмен араластық. Енді оны не істеуіміз керек? Дұрыс жұтуымыз керек. Жұту керек болған кезде бізге ең күшті көмектесетін мүше ол бізде жұтқыншақ болды. Жұтқыншақ бізде бұлшықет қабаты жақсы дамыған түтікті мүше. Хей, сәлем! Осы YouTube каналда сен көріп жатқан сабақ саған ұнап жатыр деген үміттемін. Өйткені осы тегін сабақ ProBio онлайн мектебінің қолдауымен түсірілген. ProBio дегеніміз 10 және 11 сыныптың оқушыларын ұбт-дан биологияға дайындап, оларды Қазақстанның ең топовый медициналық университеттеріне грантқа түсуге арналған онлайн курс. Пока-пока балапандар, келесі сабақта кездескенше. ProBio курсының бізде 3 артықшылығы бар. Біріншісі, қысқа видео сабақтар біздің ыңғайлы платформада орналасқан, және сендер осы жақта 2000-нан астам тестті шешіп, дайын конспекттерді жүктей аласыңдар. Екіншіден, мен оқушыларға аптасына 2 рет тікелей эфирде нұсқа талдау жүргіземін. Және үшіншіден, сендердің мотивациялары мен дисциплиналарында қадағалайтын 24/7 байланыста болатын біздің кураторларымыз бар. Бұның барлығы менің авторлық методикам арқылы құрылған, және 92% оқушыларымыз осының арқасында жыл сайын өздерін қалаған мамандығына грантқа түседі. В общем, біздің курста барлығы күшті, тезірек тіркел, біз сені күтеміз.
Енді мына бір гифка назар аударыңдар. Адам тамақты жұтты, жұтқаннан кейін жұтып жатқан жері ол жұтқыншақ болады. Дәлнешім тамақ бізде өңешке көмекей қақпақшасы арқылы өтіп кетеді. Көмекше қақпақшасы арқылы өтіп кетеді. Мына жақта фарингс дегеніміз ол жұтқыншақ көріне ме? Мына бір қуыс именно тыныс алу мүшелерімен ас қорыту, яғни ауыз мүшесінің түйісетін жері осындай пространство, қуыс жер бізде жұтқыншақ деп атады. Когда біз деп жұтқан кезде мына бір көмек қақпақшасы тамақты именно өңешке қарай бағыттайды. Яғни ол ворота қызметін атқарады. Тыныс алуға или тамақтануға деген тәрізді. Бұл жайында меніңше өзім YouTube каналымда орналасқан тыныс алу мүшелер атты видеода айтып кеттім. Жұтқыншақ арқылы тамақ жұтқаннан кейін дәлнешім ол бізде бұлшық етті түтікті мүше өңешке өтеді. Өңеш дегеніміз міне ұзындығы где-то 25-20 сантиметрлік бұлшық етті мүше болады. Ол мынандай шланг, өте ұзын шланг, және тамақты дәлнешім асқазанға қарай бағыттайды. Көптеген адамдар өңеш пен кеңірдекті шатастырады. Но я вообще не понимаю, қалай өңеш пен кеңірдекті шатастыруға болатын. Қараңдар, кеңірдек дегеніміз мына бір жақта орналасқан, алдында орналасқан, ол даже пустой, ішінде мынандай звук шығаруға болады. Ол бізде жартылай шеміршекті мүше. Оның артында өңеш орналасқан. Сол себептен тамақ міне оның арты арқылы жылжып асқазанға қарай бара жатыр. Когда адам тамақ жеп жатқан кезде, сөйлеп жатқан кезде, өзінің сілкейіне қақалып қалған кезде, просто бөтен бөлшектер тыныс алу жолына түсіп кетеді. И қорғаныш рефлексі жөтел арқылы біздің организміміз бөтен заттарды сыртқа қарай шығарып тастағысы келеді. Окей, енді өңеш арқылы дәлнешім тамақ бізге қай жаққа бағытталады? Асқазанға бағытталады. Асқазан бізде ас қорыту жолының кеңейген бөлімі бір камералы. Не себептен мына уточнение тұр бір камералы деген. Өйткені мысал ретінде сиырдың асқазаны бізде 4 камералы болады. 4 камералы күйіс қайтаратын жануарлардың асқазаны 4 камералы болады. Яғни оларда мес, қарын, қат паршақ, ұлтабар, жұмыршақ деген тәрізді. Ал біздің асқазанымыз бір камералы. Біздің эволюция барысымыз солай дамыған. И алдында бір сұрақ келген ОБТ-да, осы Наурыз ОБТ-сында, апай, маған сұмдық сұрақ келді, сұмдық просто. Адам асқазан неше камерадан тұрады деген сұрақ келді. Мен ондай зат өмірімде естімеген деп. Я такая, о май гад, сен логически ойласай, то, что камера дегеніміз это бір пространство. То есть адам асқазаны бір ғана пространстводан тұрады. Бұл жақта кішкене оқушылардың именно биологияға келгендегі отношениясы, то, что олар жаттанды білімге үйреніп қалған ғой, ал жақтағы камера дегенде ол жүректің камерасы дегенде ғана оқыған болып тұр, и соны ғана ойлаған болып тұр, и потом өмірімде оқымаған зат келді деп айтып тұрады. На самом деле ОБТ-да сендер оқыған заттың барлығы келеді. Бірақ та сендер оған байланыстырып, кішкене үстінен қарап логически ойлай аласыңдар ма? Мәселе сода. Енді қараңдар, асқазанда бізде асқазан сөлі бөлінеді. Асқазан сөлі тәулігіне 2 литрдай бөлінеді. Енді қараңдар, адамның асқазанында асқазан сөлі болады. Орысша бұны желудочный сок деп аталады. Ол тәулігіне 2 литрдай бөлінеді. Соның арқасында осы асқазанға келіп түскен тамақтар бізде қорытылады. Мысал ретінде асқазан сөлінің құрамында бізде пепсин деген фермент болады. Пепсин деген фермент бізде полимер нәруызды мономер амин қышқылдарына дейін ыдыратады. Одан кейін бар оның құрамында аш қышқылдар, яғни тұз қышқылы болады. Тұз қышқылы вообще жаңағы ферментті белсендіріп жібереді. Енді қараңдар балапандар, әр адамның асқазанның сыйымдылығы әртүрлі болады. То есть біз тамақ жемеген кезде, асқазанымыз пустой кезде, біздің асқазанымыз жиырлы, осылай жиналып тұрады. Когда біз өте көп тамақ, су ішкен кезде, ол асқазан осылай жиырлы өзінің көлемін ұлғайта алады екен. Понимаете? Сол себептен тамақты көп жеген, қарны қампайған біздің ағаларымыз, аталарымыз слишком қатты өзінің асқазанын созып жіберген. И одан кейін барып ол қайтадан өз қалпына келе алмайды. Яғни қайтадан бұл бұлшық жиырылып, қайтадан өз қалпына келе алмайды. Но по факту біздің асқазанымыздың беті осындай кедір, бұдыр. Когда біз тамақты көп жеген кезде, ол өзінің көлемін ұлғайтып, осы жаңағы кедір бұдырды жазып, созыла алады. Мынау макет, ал мынау реально адам жаңағындай гастроэнтерологта болған кезде, зонтик жұтқан кездегі көрінісі, сілемейдің барлығын көріп тұрсыңдар енді өздерін. Енді біз дәлнешім өзіміздің саяхатымызды жалғастырып келе жатырмыз. Тамақ асқазаннан дәлнешім бізде аш ішекке түседі. Бұны әркім әртүрлі жазады. Біреу ащы ішек деп, андай құйрығы бар шымен жазады. Біреу аш ішек деп жазады. Но сендер аш ішек десеңдер, осылай жазсаңдар мүлде
де қателеспейсіңдер. Аш ішек дегеніміз міне балапандар, ең ұзын ас қорыту жолының бөлімі. Орта есеппен алғанда біреулерде ол 5 метр, біреулерде 7 метр болуы мүмкін. Енді қараңдар, осы ұзын біздің аш ішегіміз өзі 3 бөлімнен тұрады екен. Ең бірінші бөлімі бізде ұлтабар деп аталады. Ұлтабар дегеніміз міне мына бір жақта тұр, сарымен бейнеленіп тұр. Асқазаннан келіп түскен тамақты өзіне алады. Одан кейін барып келесі бізде аш ішек деп аталады. Міне едәуір ұзын бөлігі бізде аш ішек, я оның аты аш ішек. Кейде бұны 12 елі ішек деп те атайды. Одан кейін барып келесі үшіншісі бізде мықын ішек, яғни ұлтабар, аш ішек, мықын ішек. Неге мен бұның барлығын сендерге рет-ретімен айтып жатырмын. ОБТ-да бізде мынандай сұрақтар kesеді, так как мен ОБТ-дан дайындайтын репетитормын, рет-ретімен орналастырып бер деп айтады. Естеріңде ме шұбалшан ас қорыту жолын рет-ретімен айтып бер деген зоологияда сұрақ бар. Так вот, зоологияда тағы да бізде сиырдың асқазанның камералар бөлімдері қалай рет-ретімен орналасады деген бар. Также анатомияға келген кезде ОБТ-да сендерден адамның ас қорыту жолын реттілігімен айтып бер деп сендерден сұрайтын болады. На тамақ надан кейін қайқа түседі, осыдан кейін жылжып қайқа барады, ішектің қай бөліміне барады деген сияқты сендерден сұрайды. Мысал ретінде, аш ішектің ең бірінші бөлімі десе, сендер ұлтабар деп жауап бересіңдер. Ұлтабардың ерекшелігі неде десеңдер, ұлтабарға бізде өт жолдарымен ұйқы безінің панкреатин сөлі бөлініп, сол жақта тамақты дальнейшем қорытуға көмектеседі. Қорытылған тамақ бізде ішектің бүрлері арқылы қан мен лимфаға сіңеді. Қараңдар, ішектің беткі ауданы бүрлердің арқасында өте үлкен болып табылады. Ішектің өзі үлкен, бірақ та егер оның беткі сіңіретін ауданын қарайтын болсақ, осындай именно бүрлердің арқасында ол жақта сіңіру беті одан да көп болады. Мен сіңіру беті мынандай болуы мүмкін еді, бірақ та мынандай да болуы мүмкін еді. Біз екеуміз бірдей территорияны алып жатырмыз. Енді қараңдар, ішектің бүрлерінің ішінде ішектің бүрлері бір қабат эпителиймен қапталған, сол себептен олар заттарды оңай сіңіреді. Оның ішінде біз көріп тұрмыз капиллярларды, және де бір сармен бейнеленіп тұрған лимфаны көріп тұрмыз. Капиллярлардың ішінде қан бар, естественно. Капиллярларға біз сіңіреміз глюкоза, көмірсуларды және де амин қышқылдарын, лимфаларға біз сіңіреміз именно майдың ыдыраған бөлімдерін, яғни май қышқылдарын сіңіреміз. Енді қараңдар балапандар, осыны сендер шатастырып алмау керексіңдер. То, что қан арқылы не сіңеді, және де лимфа арқылы не сіңеді. Енді күнделікті тамақпен бірге, шаймен бірге, сокпен бірге, тағы да не бар, бірге түсетін ең көп зат, су бізде сіңіріледі. Именно тоқ ішекте. Келесі бөлім бізде тоқ ішек. Тоқ ішектен қанға судың 95%-ға жуығы бөлігі сіңіріледі, 5% где-то асқазанның өзіне сіңіп. Сонымен қатар дәрумендер, яғни витаминдер және минералды тұздар тоже бізде тоқ ішекте сіңіріледі. Не себептен су, дәрумен, минералды тұздар тоқ ішекте сіңіріледі? Өйткені олар қорытуды қажет етпейді. Вообще оларды қорытудың қажет жоқ. Оларды полимерлерде, мономерлерге біз ыдырата алмаймыз, оларда ондай затта жоқ. Сол себептен қорытылатын заттардың барлығы бізде асқазанда, біздің аш ішегімізде қорытылып сіңіріледі тағына, ал су так как ешқандай ферменттің әсеріне түспейді, минералдар, дәрумендер то же самое, олар тоқ ішекке келіп, сол жақта сіңіп кетеді екен. Енді қараңдар, тоқ ішек бізде тоже 3 бөлімнен тұрады. И тоқ ішектің ең бірінші басталатын жері бізде соқыр ішек деп аталады. Соқыр ішек дегеніміз міне мына бір жақтан аш ішек бет-бет келеді, и тоқ ішектің басталатын бөлім міне мына бір жақ бізде аталады соқыр ішек. Орысша бұны слепая кишка деп атайды. Соқыр ішектің төменгі шетінде ұзындығы 8-9 сантиметрдей болатын құрт тәрізді өсінді аппендикс болады. Міне мынау бізде аппендикс. Аппендикс, яғни менде аппендикс болды, мен операцияны жасадым, менде соқыр ішек болды деп айтып жатады ғой. На самом деле соқыр ішек емес, ода именно аппендикс болды деген сөз. Яғни ол біздің рудимент болып табылады, кезінде бізге белгілі бір қызмет атқарған ішектің бір бөлігі. Қазіргі таңда оны атқаратын қызметі, ол жақта 1-2 лимфа түйіндері бар, иммунитеттің шеткі мүшесі болып табылады. Но бірақ та ас қорытуға ешқандай оның қызметі жоқ балапандар. Енді қараңдар. Ауыз арқылы тамақты шайнадық, сілекеймен шыладық, жұтқыншақ арқылы жұттық, өңеш арқылы асқазанға өткіздік. Асқазанда біз оны асқазан сөлімен шылап, нәрөздерді ыдыратып алдық. Ферменттер, өт жолы, панкреатин сөлі арқылы оларды біз тағы да қорыттық. Одан кейін барып тоқ ішекке сумен минерал заттарды сіңірдік. Енді бүкіл сіңіретін заттың бәрін сіңіріп біттік. Қалдық заттар енді бізде тоқ ішектен тік ішекке өтіп,
тікшектен дальше анал тесігі арқылы унитазға, туалетке тастайды екен. Тамақтың қорытылмаған қалдықтары бізде анал тесігі арқылы шығарылады. Міне қараңдар, мына бір жақта біздің тоқ ішегіміз аяқталып келіп жатыр. Мына бір бөлік бізде аталады тікшек, прямая кишка. Яғни тік болғандықтан жамбас сүйегінің қуысында ол солай аталған. И мына бір жақтағы біздің тесігіміз аталады анал тесігі. То есть қараңдар, ас қорыту жолы ол тұтас түтіктен тұрады. Сол себептен ол өте ұзын. Ауыз қуысынан басталып, анал тесігіне дейін аяқталады. Және де осы жолдың аралығында қандай бөліктер бар, бөлімдер бар, бұның барлығын мен сіздерге айтып бердім. Бірақ балапандар, ас қорыту бізде бұнымен аяқталмайды. Естеріңде бар болса, бізде әлі ас қорыту бездері бар, және де олар өте қызықты, ЮБТ-да көп сұралатын тақырыптардың бірі. Егер де сендерге осы тақырып қызық болатын болса, төменге ас қорыту бездері деген комментарий жазып кетіңдер, және де мен сендерге түсіндіріп беремін. Сонымен балапандар, ас қорыту бөліміне арналған бірінші бөлім бізде аяқталды. Сендерге ұнады деген үміттемін. Пожалуйста, міндетті түрде пайдалы сабақ үшін лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Ал егер де сендер Reels, Stories арқылы күнделікті, Инстаграмда отырған кезде сабақ оқыларын келсе, менің инста парақшама жазылуды ұмытпаңдар. Всем пока!